Қазақ қаламгерлерінің арасында Америкаға алғаш рет келген Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1960 жылы Совет одағы жазушыларының құрамында 17 ақпан мен 17 наурыздың аралығында бір ай бойы Америкаға арнайы сапармен келген және бірнеше штаттарды аралаған. Биылғы жылғы февраль ортасынан марттың ортасына дейін Америка сапарында болып қайттым. Айға жуық аралағанда Америкадай мемлекет жөнінде көрген мен алған әсерді, жалпы басқа келген кейбір ауық-ауық ойларды да өзіміздің оқушыға өзімше айтып беруді міндет санаймын. Бұл әңгімелерден оқушы нақтылы дерекпен мен сезінгендей сезім, әсер аларлық дәрежеде жаза алсам, әзірге мақсат сол дерем. Енді осымен құрметті оқушы, қадамымызды Америка жағасына қарай бастайық. Атлантика мұхитынан ұшып өтіп, Америка жағасына жеткен соң, біздің ең алғаш қонған жеріміз Нью-Йорктың халықаралық қатынастар аэропорты Айдл-Уайлд болды. Айдл-Уайлдтың аты да қазақ құлағына өзінше ойда жоқта қызық естіледі. Айдл-Уайлд айдын ауыл тәрізді естіледі. Біз тегі бұл жолы Нью-Йоркке соқпақ емеспіз, тек құр ғана самолет ауыстырып Вашингтоннан шықпақшымыз. Мінекей бүгін біз үлкен аэропортта отырмыз. Джон Кеннеди атындағы Нью-Йорктағы ең үлкен аэропорттардың біреуі. 1947 жылы Айдл-Уайлд деп аталған болатын, ал 1963 жылы 35-ші Америка құрама штаттарының президенті Джон Кеннедидің құрметіне Кеннеди атын берген екен. Кезінде осы 1960 жылы өзінің сапарымен келген Мұхтар Әуезов осы аэропорттан ұшқан екен.